Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде ұлт денсаулығы бағдарламасы. Бүгін біз кальян және насыбайдың зияны туралы сөз қозғаймыз. Бүгін бізде қонақта Гүлмира Әбдібаева ханым, психикалық саулық орталығының наркологиялық қызметі бойынша директорының орынбасары. Гүлмира ханым, қош келдіңіз студиямызға. Алғашқы сұрақ, насыбай мен кальян дегеніміз не және қалай жасалады? Насыбай мен кальян дегеніміз, енді насыбайдан бастайық. Насыбай дегеніміз бүгінгі күндегі баяғы заманнан қолданылып келе жатқан нәрсе. Енді осы насыбайдың ішіндегі бізді қызықтыратыны жаңағы психоактивті заттар дейміз ғой. Не үшін елдер оған құмар, не үшін оны қолданады деген сұрақ туындайды. Сонда осы насыбайдың құрамында жаңағы шөп болуы мүмкін, топырақ болуы мүмкін, басқа нәрселер болуы мүмкін. Бұның ішіндегі қызығушылық туғызып отырғаны негізгі составляющий деп айтайық, негізгі құрамы, известь және тауықтың қиы. Осы тауықтың қиын, егер білетін болсаңыздар, осы бұрынғы заманнан бері құрамда психоактивті заттар болғаннан кейін ата-бабаларымыз, одан кейінгі ұрпақтар жаңағы кейбір ауруларда қолданып келді. Мысалы, үш өту ауруында диарея кезінде, болмаса суық деген кезінде осыны суға араластырып, тұндырып, тағы да басқа жолдармен психоактивті зат болғаннан кейін тыныштандыру ретінде сондай қолданып жүрген болатын. Ал бүгінгі күнде известпен тоже араластырып қолданып жүр осы насыбайды. Насыбайды енді осы психоактивті заттар құрамында болғаннан кейін оның өзінің бір ерекше эйфорияға келетін, тыныштандыруға келетін, ерекше бір көңіл күй сыйлайтын әсері бар. Сондықтан насыбайға құмар адамдар бүгін күннен күнге артып келе жатыр. Және өкінішке орай мектеп оқушыларының арасында, студент жастарымыздың арасында осы насыбайды қолданып жүрген жастарды біз қазір кездестіріп жүрміз. Және де өздеріңіз білесіздер, насыбай жаңағы құрамындағы психоактивті заттар тыйым салынбаған болғандықтан насыбайды сатуға да тыйым салынбай отыр. Сондықтан оны көшеде, көк базарда, басқа да жерлерде еш қиындықсыз сатып алуға болады. Осы қолжетімді болғанынан да жастардың арасында кеңірек тарап отыр. Ал енді насыбайдың зиянына келетін болсақ, бұл енді ең бірінші ауыз қуысына, ерін мен қызыл иектің арасындағы кілегейлі қабыққа салынып, сол жерден сору арқылы, сілекей арқылы организмге тарқайды. Енді осы известің өздеріңіз білесіздер, кішкентай ғана бір түйіршегі ғана көзге түсіп кететін болса, басқа жерлерге түсіп келетін болса, сондай күйдіру әсерін қалдырады, күйдіреді де. Осы известі күнделікті қолданғанның арқасында, жаңағы тауықтың қиын қолданудың арқасында сілекейлі қабаттар, кілегейлі қабаттар жарақаттанып, осылардың күйуіне әкеледі, күйуге шалдығады. Осы жерде неше түрлі трофикалық жарақаттар пайда болып, осыдан онкологиялық ауруларға шейін ауыз қуысының онкологиялық аурулары жиі дамып жатады. Және де құрамының таза еместігі тағы бар. Осы арқылы неше түрлі инфекциялық аурулар жұқтырып алуға болады. Тіпті ол құстың нәжісін қолданып отырғаннан кейін, жерде паразитарлық асқазан ішек жолдарына неше түрлі паразиттердің таралуына да алып келіп отыр. Осы токсикалық әсердің сілекей арқылы бұл енді міндетті түрде қанға сіңеді. Қанға сіңгеннен кейін орталық нерв жүйесіне барады, басқа да іш құрылысындағы ағзаларға барады, мысалы бүйрекке дейік, бауырға дейік, тыныс алу жүйелеріне дейік, соларға өзінің токсикалық әртүрлі эффектерін көрсетіп отыр. Бүгінгі күнде осы насыбай қолданатын адамдардың көбісінде мына асқазан ішек жолдарынан басқа да несеп шығару жүйесі, тыныс алу жүйесі, осы жүйелерінде көптеген аурулары кездесіп отыр. Бұлардың бәрі айналып келгенде уланудың кесірінен болып жатқан науқастар. Жақсы, Гүлмира ханым, енді кальян жөнінде айтсаңыз. Жай ғана темекі дейік, басқа да заттар дейік, никотин қышқылы дейік, басқа осы жанудың нәтижесінде пайда болған токсикалық заттар ешқандай кем емес. Никотиннен де кем емес, басқа наркотикалық заттардан да кем емес, неше түрлі әсерін зиянды тигізеді ағзаға.
Одан өзге алдында бір ақпарат шыққан болатын, кальян тарту арқылы да инфекциялық ауруларды жұқтыруы мүмкін деген. Әрине, аппарат арқылы. Аппараттың енді көрген болсаңыздар өмірде жаңағы ең ұшындағы түтікшелер ғана ауыстырылады. Ауызға салатын насадкасы дейді ғой, кішкентай ғана түтікшелер ауыстырылады, ал оның барлық жаңа системасының бәрі қаншама адам оның алдында қолдану мүмкін. То же самое туберкулез дейік, болмаса басқа тыныс жолдарының аурулары, инфекциялық, осылардың бәрі осы кальян аппараты арқылы жұғуы мүмкін. Ол енді осы ойын-сауық көңіл көтеру орындарының өздерінің қызметкерлерінің ар ұятындағы нәрсе деп айтуға болады. Енді әрбір шегушіден кейін негізінде шынымен де тазалап беруге болады келесі клиенттарға, бірақ қанша тазалағанмен жаңағы көк таяқшалары дейміз, туберкулез тудыратын басқаша да инфекциялар қалып қою қаупі бар. Гүлмира ханым, қоғамда пассивті темекі шегу деген ұғым бар, егер адам өзі тартпаса, тартқан адамның қасында отырудың өзі зиян дейді. Қалай әсер етеді ағзаға? Әрине, енді таза ауамен демалғанмен жаңағы көк түтінге оранған бөлменің ішінде демалғанның айырмашылығын оны сезу үшін дәрігер болудың, нарколог болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әрине, жаңа темекі тартып отырған адамның қасындағы адам, ол қаншалық тартқан адам никотин жұтып отырса, қасында отырған адам, одан мүмкін 10-15%-ға ғана аз болатын шығар, бірақ дәл сондай никотиннің жаңағы әсері оғанда болады. Ағзасына, яғни ағзасына барады. Енді осыларды қолданатын адамдарды жіктейтін болсақ, мәселен насыбайды көбіне үлкен кісілер қолданады деп айта аламыз ба? Ал кальянға көбіне жастары әуес. Өткен қазір енді сәнді деп айтады ғой. Кальянды енді үлкен кісілер қолдануы мүмкін де емес шығар, себебі кальян деген өзі бір 10 жылдың ар жақ бер жағында келіп жатырған сәнді нәрсе ғой Қазақстанға. Оңға шейін болған емес. Сол үшін негізінен 20 жас пен 40 жастың арасындағы азаматтар кальянды қолданып жүрген. Насыбайды енді үлкен кісілердің арасында да бар. Қазіргі кезде өкінішке орай мына мектеп оқушыларының арасында етек алып бара жатыр деп айтуға болады. Оның бір себебі қолжетімділігінде шығар. Оның бір себебі сол қолжетімділігінде, заң арқылы қудаланбайтындығында, және де оны жаңа қолданудың сыртқа аса бір белгілері жоқ. Содан кейін де шығар деп ойлаймыз. Енді бұл тәуелділіктердің зардаптары шаш етектен екен, қалай алдын алуға болады? Алдын алу сол жаңағы ата-аналары, дәрігерлер болып, бәрі ағарту жұмыстарын жүргізу керек, бәріне таныстыру керек. Осының зиян екенін қолданған күнде қандай жаңағы асқынулар болады, қандай жағдайларға алып келеді, солардың бәрін таныстыру арқылы балалардың жаңағы насыбайға, кальянға деген өзіндік бір иммунитетін шақыру керек шығар деп ойлаймын. И шақырып та жүр оны. Гүлмира ханым, насыбай мен кальян туралы сөз қозғады. Қоғамдағы бір өзекті мәселелер, жас ерекшеліктеріне де қарай. Енді мынау трамадол деген дәрілік зат туралы естіп жүрміз, ол не нәрсе? Мынау трамадол деген енді жастардың арасында қазір кішкене сәнге айналып тұрған нәрсе деп айтуға болады. Журналист халқының құлағына жетіп жатқаннан кейін енді ол әрине халықтың арасында бар нәрсе. Бүгінгі күнде трамадол деген негізі опиоидтық жаңа ауру әсерін басатын дәрі-дәрмек. Осы дәрінің құрамында опиоид болғаннан кейін, опиоид дегеніміз жаңағы есіртке, өзіне кәдімгідей тәуірлік шақыратын есірткелік зат. Енді осы соңғы кезде трамадолмен мынау жаңағы нашақорлыққа қарсы ішкі істер қызметкерлері қатты қолға алып, онымен күрес жүргізіп жатыр. Мынау неге рецептсіз сатып жатқан аптекалармен де жұмыс істеп жатыр. Және осыған байланысты денсаулық сақтау министрлігі де бүгінгі күнде осы трамадол деген дәріні рецептсіз беруге тыйым салынды. Сондықтан жаңа көптеген бұрын сатумен айналысып отырған аптекалардың жаңа саудасы азайды деп айтуға болады. Осы трамадолмен жаңағы тек қана трамадолдан тәуелді болып түсіп жатқан аурулар да бар. Олар әрине көп емес, бірақ осындай аурулармен біз қазір кездесіп жүрміз. Бір күнде 20-дан 40-қа шейін қолданып, оны қолданбаса кәдімгі есірткі қолданатын адамдар сияқты ломка дейміз, жаңағы ес-түсінен айырылып, жағдайы нашарлап, соматикалық барлық аурулары қозып, сондай жағдайда келіп түсіп жатқан науқастар бар. Гүлмира ханым, студиямызға келіп көптеген сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз.
Құрметті көрермендер, сіздер ұлт денсаулығы бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.